Катонқарағай ауданы Қазақстан, Ресей, Қытай және Монғолия шекараларының түйіскен жерінде қол жетпейтін таулар, құдіретті бал қарағайлар, мөлдір көлдер мен Альп шалғындары тоғысқан таңғажайып орын. Катонқарағай Қазақстандағы туризмді дамыту үшін әлеуеті жоғары орындардың бірі. Қазірдің өзінде әлемнің әр жерінен туристер Катонқарағай шипажайларына хош иісті балы, емдік шөптері мен марыл пантысының тұнбалары үшін арнайы келеді. Ванналар мен фитобөшкелері танымал. Шығыс Қазақстан негізінен катон, марал шаруашылығының өнеркәсіптік ауқымы бар елдің жалғыз өңірі. Бұл өлке мәдени тарихи туризмді дамыту үшін құнарлы жер. Мұнда ерекше қорғалатын Катонқарағай ұлттық парк орналасқан. Жергілікті флора мен фаунаның көптеген түрлері қызыл кітапқа енгізілген. Мұнда әйгілі берел қорғандары, сақ тайпаларының, патша адамдарының ежелгі қорымдары табылды. Мұнда өркениеттер орталық деп аталатын керемет мұзтау тау орналасқан. Мұнда дәстүрлер, аңыздар, тарих, қасиетті орындар мен табиғи байлықтар біріктірілді. Сондықтан соңғы жылдары Катонқарағайда туристік саланың белсенді дамып келе жатқаны таңқаларлық емес. Алдағы 5 жылда Катонқарағай ауданын дамытуға 30 миллиард теңгеден астам қаржы салу жоспарлануда. Бұл қаражат су желілері мен жолдарды, соның ішінде туристік нысандарды жөндеуге жұмсалады. Жергілікті тұрғындар үшін қонақ үйлер салуға, мектептер мен ауруханаларды қайта жөндеуге, ауылдарды интернетпен қамтамасыз етуге арнайы гранттар бағдарламасы әзірленіп енгізілді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістандағы ұлттық құрылтайдың 2-ші отырысында сөйлеген сөзінде Қазақстанның шығыс бөлігіндегі шекаралас аудандарды Катонқарағай және Марқакөл аудандарын қалпына келтіру ниеті туралы мәлімдеді. Мемлекеттік бюджеттің нақты мүмкіндіктерін негізге ала отырып, тиісті есептеулер жүргізу қажет. Ағымдағы жылы барлық алдын ала жұмыстарды аяқтағаннан кейін алдағы 2 жыл ішінде біз аталған аудандарды қалпына келтіре бастаймыз. Бұл мәселе ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан да өте маңызды, деді президент. Мемлекет басшысының бұл шешімін аудан тұрғындары тарихи деп атады. Катонқарағай ауылы қайтадан Катонқарағай ауданының әкімшілік орталығына айналады. Бұл дегеніміз аудан орталығында өмір қайта жандана бастайды. Бос әкімшілік ғимараттар қалпына келтіріліп, орталық көшелер жөнделеді, инфрақұрылым дамиды. Шекара маңындағы аумақтардың тұрғындар үшін әлеуметтік қолдаудың жекелеген шаралары енгізіледі, және мұның бәрі адамдардың көшуін тоқтатады. Керісінше, көбісі шағын отанына оралуға ниет білдірері сөзсіз. Өйткені бұл киелі жерлер түркі әлемінің алтын бесігі. Бұл біздің руханиятымыздың, қазақ халқының тарихы мен болмысының жандануы.